Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Балалар, бүгінгі сабақта катаклизм қауіпсіздігі шараларды білетін боламыз. Балалар, сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтамыз. Жалпы катаклизм табиғи факторлығы байланысты, оны алдын ала болжап күні бойы дайындалуға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады. Балалар, су басу қаупі төнген жағдайда ережені өз беттерінше құрастырамыз. Балалар, суретке қарап, төтенше жағдайды айтып берейік. Әртүрлі жағдайда сендер өздеріңді қалай ұстайсыңдар, соны айтып береміз. Бұл суретте не берілген, балалар? Жер сілкінісі қаупі төнгенде адамдар үйден шығып кетуі керек. Балалар, осы сұраққа жауап берейік. Балалар, бірінші суретте теледидар, радионы қосып, хабарламаны тыңда. Екінші суретте балалар, мына жағдайға назар аударайық. Бірінші жағдай: жаздың әдемі бір ашық күнінде табиғат аясында демалуға шықтыңдар. Кенет ауа райы бұзылып, жаңбыр жауды. Екінші жағдай: көрші ауылды су басқаны жөнінде теледидардан хабар берілді. Су басқан ауылға қандай көмек беруге болады? Бірінші жағдай: жаздың әдемі бір ашық күнінде табиғат аясына демалуға шықтыңдар. Кенет ауа райы бұзылып, жаңбыр жауды. Құрған шатырлар су жиналатын жерде қалды. Бұл жағдайда не істер едіңдер?